Сәлем достар, менің есімім Салтанат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тауықтың қанаттарынан үй жағдайында духовкада шашлик жасайтын боламыз. Бізге керегі 1 килограмм тауықтың қанаттары, бұны жақсылап жуып алдым. Енді ішіне салатын соусын дайындаймыз. Ыдысымызға 1 қасық томат салып аламыз. 2 қасық лимон шырыны, 2 қасық соевый соус, 1 оливковое масло. Оливковое масло болмаса сұйық май қосуға болады. Тұз 2 қасық. Екі қасық бал. Паприка. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Соусымыз дайын. Ал соусымыз дайын. Енді тауықтың қанаттарының үстіне соусымызды құямыз. Барлығын емес, кішкене алып қаламыз. Енді қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Арадан 1 сағат өтті. Тауықтың қанаттарын дәл видеодағыдай таяқшаға кіргізіп алып, 200 градуста духовкаға саламыз. Арадан 10 минут уақыт өтті. Енді дәл осылай видеодағыдай артын аударып, шығамыз барлығын духовкадан алып. Енді үстіне қалған соусымызды жағып шығамыз. Дәл осылай барлығы жеріне соусымызды жағып, қайтадан духовкаға саламыз. 20 минутке.
Духовкада пісірілген шашликтер дайын. Өте дәмді, иісін сіздерге жеткізе алмаймын. Жасап көріңіздер. Сладкий, кислый дәмі бар. Өзгеше өте дәмі. Жасап көріңіздер, комментарийға жазып. Тіркелмегендер менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымнан неше түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын баршаңызға. Шашликтерді жаңа жыл дастарханына жасап көріңіздер. Өте дәмді, столдың көркін ашады.